Адам аяқ баспаған жерлерді білесіз бе? Немесе естуіңіз бар шығар. Ендеше жан баласы баспаған жерлерді қарап, табиғаттың шексіздігіне таңғалуға дайындала беріңіз. Сіздер үшін адам аяқ баспаған 500 мекендерді көрсететін боламыз. Жоғалған әлем Тепуй, оңтүстік Американың Гвиана атты таулы қыраттарында жатқан тегіс таулар жүйесі. Олар алып шоқылардың құлау нәтижесінде пайда болған. Бұл шоқылар сонау оңтүстік Америка мен Африканың бөлінбеген дәуірінде, яғни 200 миллион жыл бұрын пайда болған. Олар Атлант мұхиты жағалауында Ориноко, Амазонка, Рио-Негро өзендеріне дейін жалғасып жатқан көрінеді. Эрозия мен жауын-шашын әсерінен бүгінде осындай таңғажайып таулар пайда болып отыр. Сондай-ақ Тепуй сөзі Гран Сабана жері мекендейтін Пемон тайпаларының тілінде Құдай үйі деген мағынаны білдіреді. Ғалымдар атауды олардың өте биік болуымен байланыстырады. Әрбір Тепуй жеке тау саналады. Және біріншісінде кездесетін өсімдік басқаларында мүлде ұшыраспайды екен. Кенияның солтүстігінде жатқан Родольф аталатын өзеннің алқабында ерекше арал бар. Арал картада оңтүстік деп берілгендігімен жергілікті тұрғындар Энвайтенет дейтін көрінеді. Энвайтенет сөзінің қазақша баламасы барса келмес. Ол өңірдің байырғы тұрғындарының айтуынша, ерте кезде құл сатумен айналысатын жауыздардың қолынан бір отбасы қашып шығып, осы аралға кеткен көрінеді. Қанша іздегенімен олар табылмады және қайта оралған емес. Ал құлдарды іздеуге аттанғандардың өзі сонда бір жолы қалып қойған, із-түзсіз кеткен. Кейбіреулер мұның себебін аралды мекен ететін алып көпірімен байланыстырады екен. Бұл аралға баруды қалар ма едіңіз? Астына пікір қалдырып кетейік. Сенгейде Бемірақа қорығы. Бемірақа үстіртінен Манамбул өзеніне дейінгі 122 мың шақырым жерді алып жатыр. Қорық Мадагаскардағы қорғауға алынған ең үлкен аумақты құрайды. Қорық іші карстық үлгідегі сұр көк түстегі шынжыр құздарға толы. Ұзындығы 50 метрге жететін құздар су мен желдің әсерінен адам нанғысыз пішіндерге иемденген. Нәтижесінде көрген көзді таң қалдыратын, бас шайқатарлықтай керемет тас ормандар пайда болған. Бір сәт көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Шегі мен шеті жоқ шөл дала. Қалың қабатты құм, шақырайған күн. Адам баласы шыдай алмас ыстық. Сіз келе жатырсыз. Кенет жер астынан шығып жатқан отты көрдіңіз. Не айтасыз? Бұл ешқандай да қиял емес. Өмірде осындай таңғажайып жер расымен де бар. Ол Түркменстандағы Дарваз өңірі. Жергілікті тұрғындар бұл өңірді тозақтың қақпасы деп атайтын көрінеді. Атағы көпке танымал Қарақұм шөлінің қақ ортасында орналасқан өңірдің диаметрі 60 метр. Тереңдігі 20 метрге жетеді. Құдықтағы газ жердің өзінен бірнеше факелдерге жарылып шығып жатыр. Жеке жалындардың биіктігі 10-15 метрден асады. Аталған дүние кереметі Түркменстандағы Дарваз деген жерде орналасқан. Дарваз сөзін аударғанда есек деген мағынаны білдіреді екен. Алып көгілдір өңір. Бұл алып су асты қуысы Белиз тосқауыл кедертасының жағалауында орналасқан. Үңгірдің түбі 108 метр. Үңгір әлемдегі ең терең теңіз ойығы. Кезінде әйгілі теңіз зерттеуші Жак Кусто алып көгілдір ойықты әлемге әйгілі етті. Су астына сүңгу қауіпсіз болғанымен 40 метрден тереңірек сүңгіген кезде адамды қысымның кемуімен туындаған ауру пайда болады. Бұл қысымға шыдау әсте мүмкін емес. Әлемдегі көркінен көз сүрінетін, табиғаты таңғажайып, сонымен бірге өмірге қауіп келтіретін керемет жерлерді сіздерге ұсындық. Бұл көрікті құздар, шыңдар мен жағалаулардың өлім қауіп қатері аса жоғары. Мұндай аймақтар адам баласының қолы жетпейтін жерлерде орналасқан. Егер мүмкіндік болса, бұл жерлерге барып көрер ме едіңіз? Астына пікір қалдыра кетіңіз.